Әлімхан Әбиұлы Ермеков, мемлекет және қоғам қайраткері, Алашорда үкіметінің мүшесі, Қазақтан шыққан тұңғыш математика профессоры. Ол, ғылым мен саясатты ұштастырып, ел тағдырына елеулі үлес қосқан ұлы тұлға. Әлімхан Ермеков 1891 жылы қазіргі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында дүниеге келген. 1912 жылы Томск технологиялық институтын инженер-математик мамандығы бойынша үздік бітіріп шықты. 1917 жылы Әлімхан Ермеков Алаш қозғалысына белсене араласып, Алашорда үкіметінің құрамына енді. 1920 жылы Мәскеуде өткен қазақ өлкесінің шекарасын белгілеу жөніндегі комиссияда ол қазақ жерінің тұтастығын жанкештілікпен қорғап, мынадай тарихи сөз айтты: біз өз жерімізді тартып алған жоқпыз, біз өз жерімізді қайтарып алдық. Бұл оның ұлт алдындағы адалдығының айғағы. Ғылым саласында да Ермеков іргелі еңбек сіңірген ғалым. Ол қазақ тілінде алғашқы математикалық оқулықтардың бірін жазды, жоғары оқу орындарында дәріс оқып, көптеген шәкірт тәрбиеледі. Алайда аумалы төкпелі заман Ермековті де аяған жоқ. 1930 жылдары репрессияға ұшырап, бірнеше рет тұтқындалады. Ғылым жолындағы ерлігімен азаматтық ұстанымы үшін ауыр сынақтардан өтеді. Тек 1955 жылы ақталады. Жазушы, қоғам қайраткері Жайық Бектұров өз естеліктерінде Әлімхан Ермековті ерекше ілтипатпен еске алады. Ол жазған «Үш әлекең» атты тарихи очеркте Әлихан Бөкейхан, Әлімхан Ермеков және Әмин Көпеев жайлы тың деректер келтіріледі. Жайық Бектұров былай деп еске алады: Әлімхан Ермеков пен Мұхтар Әуезовті мен ең алғаш 1932 жылы Алматыда көрдім. Екеуі де Пушкин атындағы кітапханада болмашы қызмет істеп жүрген. Кейін білдім, олар шартты түрде ғана босатылып, қатаң бақылауда екен. Жазушының айтуынша, Ермековтің қолында екі ақталу қағазы болған. Бірі КСРО жоғарғы сотының 1957 жылғы шешімі, екіншісі Қазақ ССР жоғарғы сотының 1958 жылғы анықтамасы. Бұл құжаттарда Ермековтің ешқандай қылмысы жоқ екені дәлелденген. Қартайған шағында Ермеков Қарағанды политехникалық институтында математика пәнінен сабақ берді. Ол тек ғалым емес, ұстаз, тәлімгер, ойшыл, азамат болды. Жазушы Жайық Бектұров 60-70 жылдары Әлімхан Ермековпен сырлас, мұңдас болған азамат. Ол былай деп жазады: біз Әлімхан Ермековтің Киревком мүшесі ретінде Лениннің өз қолынан мандат алғанын айттық. Ол сондай-ақ сол уақытта қонақ ретінде Коминтерннің екінші конгресіне қатысып, Лениннің сөздерін өз аузынан тыңдаған. Сол сөздердің ішінде көсемнің артта қалған, отарлықта болған елдердің пролетариаты капитализмді айналып өтіп, бірден социализмге өте алады деген ұлағатты қағидасы ерекше есте қалған еді. Бұл дүниежүзілік конгреске РСФСР коммунистері делегациясының құрамында қазақ халқының атынан Тұрар Рысқұлов, Ахмет Байтұрсынов сынды қайраткерлер де қатысқан болатын. Әлімхан Ермеков табиғатынан зерек, алғыр, шешен, кемел тұлға. Ол мемлекеттік, қоғамдық және ғылыми салада жетекшілік қызмет атқаруға әбден лайық адам еді. Шын мәнінде көрнекті қайраткер болуға жаратылған ерекше қабілетті жан болатын. Алайда аласапыран уақыттың аумалы төкпелі, қуғын-сүргінге толы саясаты оның толыққанды еңбектенуіне мүмкіндік бермеді. Ермеков бүкіл одақтық жоғары аттестациялық комиссиядан профессорлық дәрежеге лайықты куәлікті ерте алған. Жоғары математика пәнінен оқулықтар жазып, ғылымға да зор үлес қосты. Бірақ өз ғылыми жұмысын әрі қарай жалғастыруға толық жағдай болмады. Геология инженер мамандығына ие бола тұра, бостандықта жүрген кездерінде ол әрдайым математика және жаратылыстану ғылымдары бойынша институттарда қызықты, мазмұнды дәрістер оқыған. Кафедра меңгерушісі, факультет деканы қызметтерінде атқарды. Дегенмен осындай қабырғалы, білімді азаматты түрлі сылтаумен, жалған айыптармен қайта-қайта қуғынға ұшыратты. Сол саяси қуғын-сүргіндердің салдарынан Ермеков 1920 жылдардың соңында Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Міржақып Дулатов, Елдес Омаров, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов секілді бір топ көрнекті ақын жазушылармен, ғалымдармен бірге тұтқынға алынды. Жайық Бектұров бірде әзілдеп: әлеке, тағдыр сізді үнемі 58 баппен қудалап еді, енді үйіңізде, телефоныңызда 58. Десе Ермеков күліп: апырау, өзі солай екен ғой. Сол құрғырлар соңынан қалмай қойғаны.
деп қарқылдай күлген екен. Біз бір қалада, үй араларымыз жақын тұрғанымызбен телефон арқылы жиі хабарласып, есен саулығымызды білісіп отырдық. Соған қарамастан, дәстүрлі мерекелерде үнемі бір-бірімізге құттықтау хаттар жазысатын едік. Әлекеңнің шаңырағы шайқалып, түтіні сөнгеннен кейін менің оған жолдаған ашық хаттарым сақталмаған болар. Ал Әлекеңнің маған араб қарпімен жазған ізгі тілек, құттықтауларының барлығы менің қолымда сол қалпында сақтаулы. 1970 жылғы жаз Әлімхан Ермеков қайтыс болғанда, оның мәйітін Қарағандының политехникалық институты залынан көп жұрт, облыстық, қалалық біраз басшылар құрметтеп соңғы сапарға шығарып салды, деп жазған Жайық Бектұров естеліктерінде. 19 жылы Кирвоенный ревком по управлению Киргизским краем. Лениннің пікіріменен, соғысының басшылығыменен қазақ балаларының бәрін билейтін сондай управление жасалды. 19 жылы Қалшақ құлағаннан кейін мына атақты Көсіров бар ғой, бірінші секретарь комсомолдың сөзін орынборға мен баяндамашы біздің Семейдің, Ақмоланың сол Қазақстанға өруі туралы. Ол уақытта Қазақстан автономиясы жасалмаған уақыт. Сонымен мені, ал енді сен ақыр келдің ғой, мінекей мына Семей, Ақмола мәселесі туралы. Мұның бәрі түртті мен Москваға бардым. Сонымен мен басшылық болған кісі ғой. Мен өзім кішкентай ғана кісімін, оқушымын, қорқақтап ана кісінің алдында мен баяндамашы. Әлімхан Ермеков бүкіл саналы өмірін ұлтымыздың тәуелсіздігі жолындағы қажырлы күреске, жастарды білімге, мәдениетке тәрбиелеу ісіне қалтқысыз арнады. Ермековтің есімі мен мұрасы халқымыздың рухани мұрасына айналып отыр. Әлімхан Ермековтің өмірі мен қызметіне дұрыс баға беру тарихымыз үшін ғана емес, егемен еліміздің жас ұрпағын рухани және саяси тұрғыдан тәрбиелеу үшін аса қажет.